Баршаңызға қайырлы күн. Осындай керемет шапан тіктік пакеттен. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қалай жасалғанын бірге тамашалаңыздар. Біздің шапанға бар болғаны осындай 8 пакет кетті. Бұл пакеттеріміздің екі жағын ашатын боламыз. Бізге тұтас осындай оюлар қажет болады. Пакетіміздің артық жерлерін кесіп тастаймыз. Және баланың футболкасымен керек өлшемімізді кесіп пішіп аламыз. Арқасындағы бөлігі екі бөліктен тұрғандықтан біз оны бір-біріне жалғап тігіп аламыз. Оюлары біркелкі болу үшін барлығын жеке-жеке пакеттен жасап шықтым. Және алдыңғы бөлігінің жиектерін ішке қайырып, жиектеп тігіп шықтық. Сіз әлі каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп отырыңыз. Шапанымыздың алдыңғы бөлігі мен артқы бөлігін біріктіріп тігіп шықтым. Мінекей осылайша барлығын жалғап қосып шықтық. Енді бізге қалғаны жеңін өлшеу. Пішіп алған жеңімізді тігіп жатырмыз. Ең қиыны осы жең тігу екен. Дегенмен де жеңіміз өте жақсы шықты. Мінекей біздің шапанымыз дайын. Барлық оюлары бір-біріне сәйкес келіп тұр. Ойымыздағыдай шықты. Енді бұл шапанды біз әдемілеп безендіреміз. Шапанымыз әдемі әрі қымбат көріну үшін осындай керек емес пухтарды пайдаландым және тақия тіктік. Тақияға да осындай қажет емес пухты пайдаланып шықтық. Баланың үстіне әдемі тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Рахмет.